Құрметті Бадамал округінің тұрғындары, өздеріңізге белгілі президентіміздің бастамасымен Таза Қазақстан акциясы бастау алған болатын. Мемлекет басшымыз бұл бір күндік іс-шара емес, жалпы ұзақ мерзімді бастама екенін атап өтті. Осыған сәйкес бүгін Бадамал округінде жалпы халықтық сенбілік ұйымдастырылуда. Сенбіліктің мақсаты жауапкершілікті тұрғындардың тазалыққа деген арттыру, тазалық мәдениетін қалыптастыру. Осыған сәйкес ауыл округ тұрғындарын жалпы акцияға қатысуға, сенбілікке қатысуға шақырамыз. Қазан Қазақстан елімен Таза Қазақстан атты акцияға біз Бадам ауыл округі бізде атсалысуға келдік. Құда қаласа Бадам ауылының әкімі Нұрлан Пернеханұлымен бірге Бадам ауылының азаматтар мен азаматшалары, Бадам ауылының оқушылары мен студенттері бүгін өз ауылымыздың Бадам ауылының таза ұстауға, тазалығын қол көтере өзіміз атсалысуға келіп тұрған мақсатымыз бар. Жаны саудың дені сау демекші, мына Таза Қазақстан акциясына бүткіл Бадам ауыл тұрғындары бірге атсалысуға шақырамыз. Тазалық, денсаулық кепіл демекші, әр азамат, әр тұрғын өз ауылын, өз ауласын, өз көшесін таза ұстаса, Таза Қазақстан мәңгі жасауға атсалысамыз.